кашанда сол студент кезге оралгым келет. Студент кезде болгон кызык жагдайларды айтатын болсак, енді көп болды го кызык жагдайлар. Балдар менен отуруп, жаңагы бір түнде майонез бен нан жеген кездерimiz де болды. Ол әрине ешкімге құпия емес шығар. Ол барлық студенттің басынан өтетін жағдай. Концерті өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Бұл алдағы уақытта мемлекетіміздің мерейін асқақтататын, өнер жұлдыздарын шығаратын бірден бір фестиваль деп айта аламыз. Өйткені бұл облысымыздағы барлық көптеген жоғарғы оқу орындары және арнайы оқу орындарында бірінші болып өтеді және көрдім, соны саған сыйлаймын жаным. Ай мен жеті қарақшының ортасында жарқырап тұрған жұлдызды көрдім ба жаным? Қайсы? Айды көрдім ба жаным? Я? Жеті қарақшыны көрдім ба? Я? Ортасында жарқырап тұрған жұлдызды көрдім ба жаным? Қайсы? Жаным кеш, айды көрдім ба? Я? Жеті қарақшыны көрдің ба? Я? Ортасында жарқырап тұрған бір жұлдыз тұр ғой, соны көрдің ба? Қайсы? Бәләйсе, бергеле, айды көрдің ба? Я? Айды көрдің ғой, Я? Жеті қарақшыны қара, көрдің ба? Я? Ортасында бір жұлдыз тұр ғой, соны көрдің ба демек? Қайсы? Айды көріп тұрсың ғой, Я? Жеті қарақшыны көріп тұрсың, Я? Қалай ана жұлдызды көрмей тұрсың, көрдің ба? Қайсы? Айды көрдің ба? Я? Жеті қарақшыны көрдің ба? Я? Ортасында жарқырап бір жұлдыз тұр ғой, жұлдыз, соны көрдің ба? Көрдім жаным, көрдім. Соны саған сыйлаймын жаным. Студенттік өмірімізде қызық өте көп болды. Группамен, командамен. Біздің біраз тірлігіміз бұл командаға байланысты. Сол бір ең қызықты сәт, мен үшін жігіттерімде де есінде шығар, сол активі залда, дайындықта, сол залда ұйықтағанымыз әлі күнге дейін қызық біз үшін. Ұстаздарымыздан ұрыс өсіп, ертеңіне сабақтың бәрін 5-ке бітіріп кеткеніміз біз үшін ең қуанышты сәттер деп ойлаймын мен.